Ассаламу алейкум. Жалпы мына бір адамдар түрге бөлінеді екен да, топқа ше. Мен сол топтардың ішіне біреуін айта кетейін деп жатырмын да. Себебі ол адамдардың не үшін топқа бөлінетінін қазір менің видеоның соңында біле жататын боларсыздар. Кейбір адамдар бар, мұсылман қазақтар, мысалы, қазақтар демей қойын, мұсылмандар. Себебі мұсылмандар тек қазақтар, өзбектер, қырғызстан емес қой. Мысалға, мұсылман елі ол барлық жерде бар. Біздің жерде, мысалы, барлық жерде мұсылман ел. Енді солардың мұсылман елдің адамдарының ішінде маған бір бүгін келіншек жазып жатыр. Қазақ әйел. Менің енем айтады дейді, жаңа мен намаз оқып бастадым дейді. Сонымен ол адам айтады дейді, жаңа енесі. Кім барып кепті ояқа, жаңа анаяқа да. Кім барып кепті ояқа? Баратын болса, имамдар барып келмей ма деп сөйтіп айтады дейді да. Негізінде мен осы теманы бір кішкене бір бұршын қозғап кетейінші дедім да. Бір бұршын ғана. Негізінде намазын білет, намаз оқу керек екен, бірақ намаз оқымай жүріп, оқимын ғой деп ниеттеніп жүрген адам, бірақ Аллаға сенеді. Алланың қияметіне сенеді, тозақ пен жәннатқа сенеді, ол пайғамбарға сенеді, біледі. Оның барлығын біледі да, бірақ мысалға мынау, қалай айтсам болады, иманы күшеймеген, 5 уақыт намаз оқымағаннан кейін иманы қаяқтан күшейеді мысалға да. 5 уақыт намаз оқығаннан кейін иманымыз күшейеді, ғой дұрыс па? Сондықтан сондай адамдар бар, біледі, бірақ сол нәрсені орындамайтын адамдар ол мүлдем бөлек. Олар күнәһар болып саналады екен. Ал мынаның барлығын біліп тұрып, қияметке сенбеген адам, тозақтың, жәннаттың бар екеніне сенбеген адам, ол мүлдем бөлек адам. Екі түрлі бөлек адам. Түсінесіз ба? Мына мысалы, мынау мұсылман адам, ол күнәсін біліп, тәубесіне келе алмай жүрген адам да, бірақ ол мұсылман. Себебі ол нәрсенің барлығына біледі, ол сенеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мысалы, сахабалары, пайғамбарлардың өмірі деседі, естиді да, бірақ бүкіл күш-жігерін жинап намаз оқи алмай жүреді да. Мен ол адамдікін дұрыс деп жатқан жоқпын. Бірақ ол күнәһар мұсылман болып есептеледі. Ал мына кісі Алланың несіне сенбеген, қияметіне сенбеген, тозағына, жәннатына сенбеген, пайғамбарларына, бүкіл тарихтың барлығына сенбеген, кім барып кепті деп ояға деп айтатын адамдар көп қой. Қазір бізде менде дәл қазір өзі Инстаграм каналымда келіп жатады неше түрлі оқиғалар. Олар мүлдем бөлік сорттағы адамдар ғой, білесіздер ма? Мысалға, олар Аллаға қарсы шыққан адамдар болып саналады. 100% Аллаға қарсы шыққан болып саналады. Олар естиді ананың барлығын, бірақ сенбейді да, түсіндіңіз ба? Намаз оқу керек, ана орамал таққанды көреді, бірақ сенбейді да. Бірақ сол адамға айтарым келеді да, айтқым келеді да. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, сіз қайдан пайда болдыңыз? Өткенде маған біреу жазып жүрді, бір әйел, қазақ әйел. Мен ата-анам туды, оны ата-анасы туды, оны да ата-анасы туды, оны да ата-анасы туды деп күліп жазып жіберген да. Жаратқан дейді, сол ата-анасы жаратқан дейді да. Енді мен бұл күлетін жағдай емес, себебі бұл өмір сынақ болғаннан кейін ондай адамдар болады да. Обязательно болады ондай адамдар. Сынақ болғаннан кейін. Сондай адамдарға қарап біз альхамдулилля деуіміз керек та. Себебі мұсылманбыз. Альхамдулилля, 5 уақытымыз намазымыз бар. Сіз 5 уақыт намаз оқып жүрсіз ба? Альхамдулилля деңіз. Сіз үлгеріп жатсыз деген сөз. Орамал тағып жүрсіз ба? Алланың парызын орындап жүрсіз ба? Альхамдулилля. Сіз үлгеріп жатсыз деген сөз. Мынау преуспевший деп Құранда келеді ғой. Үлгергендер, преуспевший деген көп келеді Құранда аяттар. Преуспевший деген кім? Осы дүниеде намазын оқып, Алланың парызы намаз деген. Сен хочешь, не хочешь оқуың керек сен. Мұсылмансың ба? Ертең оқымасаң, қияметте өзің жауап бересің. Тебе хуже будет ертең қияметте. Ал егерде жаңағы оқитын болсаң, преуспевший деген соны айтады да. Осы өмірде сен намазыңды оқып, орамалын тағып, құлшылық етіп, намаз жаңадан бастаған кезінде неше түрлі сынақ келеді. Жаңа әйелдер жазып жатыр маған да. Неше түрлі сынақтар келеді, соған тілімді басып сабыр қылам деп жазып жатыр да. Сабыр қыласын. Орамал таққан кезінде де сабыр қыламыз. Себебі орамал тағып бастаған кезінде көп сынақ келеді. Мынау лавина бар ғой, қар төбедегі. Сондай сияқты ойламаған жерден басыңа түседі де кетеді.
атылып кеткенде шешіп тастамауымыз керек та. Атылып кетіп жай намаз лақтырып жібермеуіміз керек та. Намазымызды оқып, ары қарай орамалымызды тағып құлшылық етіп, адамдарға зиян келтірмей, мұсылман адамның тілінен, қолынан зиян келмеу керек. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, сондай адамдар болса араларыңызда жаңағы намазын оқи алмай, бастай алмай жүрген адамдарға соларға дұға тілек не қылыңыздар, дұға қылыңыздар. Ол адамдар иншалла намазға келсін. Алладан сұраймыз, ол адамдарға жаңағы хидаят бере гөр, Аллах тағала жүрегін аша көр деп та. Енді біз намаз оқып алып мына жерде періште оларды жаңағы шайтан қылып көру ондай емес, Құдай сақтасын. Бұл жерде мен мысалы хақ нәрсені айтып жатырмын да. Хақ, бұл рас нәрсе. Аллаға қарсы келген адамдар, мысалы мен TikTok, Instagram, YouTube канал жүргіземін ғой, неше түрлілер келіп жатыр. Онда ол адамдарға сынақта, олармен хаттарым оқымаймын да бастап. Басын бір қараймын да, ары оқымаймын да, жауап та бермеймін. Себебі ондай адамдар бізге сынақ үшін берілген да. Біз сондай жағдайларға қарап, біз альхамдулилля деуіміз керек. Сосын мысалы ғана инвалидтер болады ғой, мысалға. Өзінше инвалид деп бітеміз, көз көрмейді, немесе аяғы жүрмейді, немесе қол жүрмейді. Сондай адамдарды Аллах тағала біздің арамызға әдейі жаратқан. Айттым ғой, барлық сынақ бұл өмірде. Біз туылғаннан өлер күнге дейін сынақ. Себебі сіз сол мысалға инвалидтерді, нелерді көрген кезімізде біз альхамдулилля деуіміз керек екен. Яғни Аллах тағала сен менің көзімді көру қылдың, 12 мүшені түгел қылдың, мен Құран оқи аламын, намаз оқи аламын, құлшылық қыла аламын деп айту керек та. Мен ақша таба аламын, бай бола аламын, мен ананы жей аламын, мен мынандайды кие аламын емес. Мен Құран оқи аламын, мен намаз оқи аламын, мен құлшылық қыла аламын. Міне, бұл өмірде бақыт деген сол болады. Бақыт деген сол болады бұл өмірде. Одно возьму. Сондықтан бұл өмір бастан бастап Аллах тағала бізді жаратты, бізді өлергенге дейін сынақ болады деген. Сосын мынау айтады ғой, Алланың қалауымен болады барлығы, кірпік қаққанға дейін да. Сосын біздің жүрегіміз әрбір стукта бір тоқ ондай жаңағы не қылады ғой, ұрады ғой, соғады ғой. Сол кезде Алладан сұрайды екен, Аллах тағала мен тағы бір соғаншы деп, тағы бір соғаншы деп, бірнеше рет, бір апта соғаншы, бір ай соғаншы, бір жыл соғаншы емес, бір соғаншы деп сұрайды екен. Сол кезде Аллах тағала не дейді? Иә деп рұқсат береді. Жоқ деп сұрақ берген кезде, жоқ деген кезінде адам қайтыс болады екен. Содан кейін адамдар күнә жасап жатқан кезінде ойлаңыздар, сіз бір өзіңіз емес, екі періште бар мына жерде. Бізде 5 періште болады. Мына жақта 2, артымызда 2 и біреу ішімізде болады. Сыбырлап тұрады. Сол сияқты аузубилlah шайтан да қасымызда өлгенге дейін жүреді. Оны Құран оқыған кезде, намаз оқыған кезде, зікір салауат айтқан кезде ол адамдар қашады. Аузубилlah шайтандар қашып кетеді. Сол үшін ғой жаңа бір әйел жазып жатыр. 97.118 мәрте салауат айтқан ғой. Истихфар мен салауатты бірге айтқан. Сонда 100 мыңға жеткізген ана әйел. 98.117 қылған. Сол маған жіберіп жатыр да. Көрдіңіздер ме? Арамызда қандай әулие адамдар бар да. Содан кейін бір мына Аллах тағала бәрін біледі екен, барлығын жаңағы Алланың қалауымен болады екен. Ona не үшін мен алғаш болып кеттім, не үшін мен жезөкше болып кеттім, не үшін мен жолым болмай кетті, не үшін мен ажырасып кеттім, не үшін балам болмады, Аллах қалаған екен ғой, онда мен сөйтіп жүре берейін деген ой дұрыс емес екен. Білесіз ба? Мысалға жәннат пен тозақ справедливый. Ертең Алланың алдында барғанда адам өзіне тиесілі күнәсін жазасын алады, өзіне тиесілі сауабын алады екен. Түсінесіз ба? Не үшін? Себебі айттым ғой, мынау Аллах тағала бастан Адам алейхиссалам жаратқан кезде омыртқасы бар ғой. Сол омыртқасына бүкіл Адам алейхиссаламнан бастап қияметте ең соңғы өлетін адамға дейін Аллах тағала білуші ғой барлығын. Сол бүкіл мұсылмандардың барлығын соның омыртқасына салған екен. Сөйткен екен да, сол жаратқан кезінде ақ Аллах тағала білгенін біледі. Біз не таңдайтынымызды.
біздің сол кезінде пешенеге жазылады дейді ғой. Адам өзі, әйел адам өзі баланы көтерген кезде 4 айдан кейін барып жан беріледі Құран бойынша. Жан беріледі. Содан кейін бала қимылдайды, білесіздер ме? Өйткені жан беріледі балаға, білесіздер ме? Мысалға, сіздердің балдарыңыз да жаңадан көтерген болсаңыздар, егер де ол 4 айдан асса, ол жаны бар адам болып кетеді. Ал егер де ол 4 айға жаңағы 4 ай болмай 3 ай 2 ай болатын болса, ол жаны жоқ бала болып кетеді. Өйткені жан берілген жоқ оған. Енді сол жаны берілген кезде, сол кезде Аллах Тағала арнайы періштелер жібереді екен. Сол кезінде мына жерге жақсылық, жамандық деп жазып кетеді екен да. Жақсылық деген ол жәннатқа түседі өлгеннен кейін деген сөз да, қайтыс болғаннан кейін. Немесе жамандық деген ол қайтыс болғаннан кейін тозаққа түседі деген нәрсе да. Сол кезде адамның сол кезде белгілі болады екен, адамның қайға барып жәннаты болады, либо тозақ болады. Біздің өміріміздің мәні сол, либо жәннат, либо тозақ. Не үшін справедливый болады? Мысалы, жәннат, тозақ деген себебі Аллах Тағала бізге ерік беріп болған. Біз соны таңдай аламыз. Ерікті бізге беріп болғанда, таңдауды бізге беріп болған Аллах Тағала. Соны біз таңдаған кезінде Аллах Тағала білет біз не таңдайтынымызды. Мысалға, мынау ақша. Либо мынау Құран кітапта. Байлық, или мынау ислам Құран кітап дейікші. Соны сіз өзіңіз таңдайсыз. Либо намаз Құран кітап таңдайсыз, либо ақша байлық таңдайсыз да. Екеуін де таңдап жүргізем дегенге Аллах Тағала өзі сила воля береді. Екеуін де алып жүрген, теңдей алып жүрген адамдар бар, жетеді. Иншалла, бастары көтеріп жүргендерде жетеді да. Осыны бірге ұстап, теңдей ұстап жүру да. Сондықтан таңдау біздің қолымызда. Сіз мысалы мені қарап тұрсаңыз таңдай аласыз, немесе басқа бір қалаулым бар тыңдасаңыз болады. 3 сағат бекерге уақытыңызды тратить етіп та. Мысалға айтып жатырмын да. Сондықтан таңдау сізде. Түсінесіз, біз бала туылғаннан бастап ата-ана не үйретеді? Таңдауды үйретеді. Кішкентай бала білмейді ғой әлі. Сол кезінде оң қолына қасықты не қылады, пышақты ұстатып қоймайды ғой. Суды береді, үйретеді, барлығын өскенше үйретеді ғой, барлық нәрсені. Оң қолмен ішеді, оң қолмен жейді деген сияқты. Сол қолмен дәретханаға барады деген сияқты. Соның барлығын үйретеді ғой. Сондықтан сол біздің өміріміз туылғаннан бастап өлгенге дейін выбормен өтеді екен ғой. Біз таңдаймыз. Түсінесіздер ме? Мына өмірден сіз ұтып шығам, алға шығам десеңіз, мына өмірдің бар ключі ол таңдау екен. Түсіндіңіздер ме мені? Таңдау ол сіздің еркіңізде. Сіз не таңдасаңыз, Аллах Тағала біледі сізді. Баста Адам алейхиссаламнан айтып тұрмын ғой. Адам алейхиссаламнан бастап Аллах Тағала сіз не таңдайтыныңызды біліп қойған. Аллах Тағала білуші ғой. Сөйтіп сіз не таңдайсыз, соның жемісін жейсіз қайтыс болғаннан кейін. Либо жәннат боласың, либо тозақ боласың. Бұл үшінші вариант жоқ ол жерде. Ал адам өлмей өмір сүремейді. Бәріміз өлеміз. Сондықтан таңдау мәселесінде біз ойлануымыз керек. Не таңдап жатсақ та, жейтін нәрсенде, ішетін нәрсенде, баратын жерде, отыратын жерде, оқитын нәрсенде, ойланатын нәрсенде біз сынақ болғаннан кейін бұл өмірдің барлығы біз соны таңдауымыз дұрыс болу керек екен да. Сол таңдауыңыз дұрыс болса, ертең қайтыс болғаннан кейін, бәрібір ақыретіміз бар ғой біздің. Өлмейтін адам жоқ. Сол кезде сіздің ақыретіңіз дұрыс болады екен да. Аллах Тағала всегда бұл өмірде вариант бар. 2 вариант немесе 3 вариант береді Аллах Тағала да. Ал о неде вариант жоқ. Вариант бұл жерде. Мысалы, любой адам тығырыққа тығылса да, мысалы маған қыздар келіншектер жазып жатыр да. Қарсым не, анау деп біреулер жуғыда да отырады. Любой бұл өмірде қандай сынақ болса да, мысалы түрмеде отырса да, түрменің өзінде 3 мезгіл тамақ береді ғой, дұрыс па? Ол жерде де пәлен уақыттан кейін шығады адам. Демек, бұл өмірде вариант бар, бұл өмірде любой қиындықтан шығасың уақыты келгенде. Ал о дүниеде қияметте шығамайсың. Вариант жоқ. Түсінесіздер ме? И сосын біз бір өзіміз емес, біз жеткізе алмай жатқан. Бізбен бірге 5 періште жүреді. Аузбілақ шайтан жүреді.
біздің барлық істеп жатқан амалымызды мынандай дәптерге жазып, амал дәптерге. Біздің амал дәптеріміз қандай болып отыр екен, кім ойландыңыздар ма соны? Том болып жатқан шығар. Қара параққа жазылып жатыр ма, ақ параққа жазылып жатыр ма, оны Аллах білем. Бір Алла біледі оны. Сондықтан сол амал дәптері деп біздің жаңағы имамдарымыз айтып жатады. Амал дәптерлеріңізді дұрыс толтырыңыздар. Ол дұрыс толтыру сіздің қолыңызда. Вот енді ойлаңыздаршы, сіздердің өмір сүрулеріңіз жәннат либо тозақ болатындарыңыз справедливый болады да ертең. Өйткені сіз өзіңіз таңдадыңыз, ешкім сіз сүйреген жоқ. Мысалы, аузубиллях шайтан, ол тек қана уәсуәсе қылады. Ол тозақтан, сол мысалға аузубиллях шайтан, ол тек қана тәкаппарлық үшін жәннаттан қуылған. Тек қана тәкаппарлық үшін, өзін ойлағаннан үшін жәннаттан қуылған болды. Ода, мысалы, үмітсіз шайтан дейді ғой, аузубиллях шайтанда үміт жоқ, жәннатқа түсем деген. Олар обречены. Мына Мүлк сүресінде де айтылған ғой, Аллаға қарсы шыққандардың барлығы тозаққа да орын дайындалып жатыр деп. Сондықтан оларда басқа фих жоқ та, оларға тозақ, аузубиллях шайтандарға. Нағыз дұшпан ол адамдар емес, нағыз дұшпан ол біздің аузубиллях шайтан, бізде уәсуәсе қылатын. Ол тек қана келіп сыбырлайды әшейін. Темекі шексей, ночной клубқа барсай, немесе қазір анау ойындар бар ғой, қазір игровой бірдеңе кіріп кетіп жатады адамдар. Сондайға барсай, көп қой енді шайтанның уәсуәсесі. Орамал тақпа, боян, кірпік жабыстыр, неме дейді, ерін үлкейт, ботекс-мотекстің бәрін істемнің бәрін тез, соның бәрін аузубиллях шайтан әшейін сыбырлайды, өзі істемейді. Енді қараңыздаршы, біз қандай аузубиллях шайтаннан өтіп кеткенбіз, соның бәрін істеп жатырмыз. Аллахтың берген нәрсесін, жаратылысын өзгертіп, Құдай сақтасын, қазір бала қыз бала болып. Құдай сақтасын. Көрдіңіздер ме? Алла қарсы шыққан адамдар міне солар. Қарсы шыққан Аллаға, соғыс ашып жатқан адамдар солар. Сондықтан, егер сіз өмір сүріп жатырсыз, қандай қиындық, қандай не болса да, сіз өзіңізден көріңіз. Ертең қайтыс болғаннан кейін өзіңіздің жемісіңізді өзіңіз жейсіз. Не ексең, соны аласың дейді ғой, сол сияқты да. Сен сіздерге жеткізе алдым, түсіндіре алдым деп ойлаймын енді. Сондықтан енді дұрыс түсінулеріңізге мен шақырамын сіздерді. Енді дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүкіл еліміз, мен мектепте істеймін, сондықтан мен қазір жұмыста түсіріп отырмын. Қатты шум болып жатса, мән бермеңіздер. Үйге барған кейін уақыт болмайды, өзім қанша каналыммен сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Сондықтан уақытым болғанға мен жаңа ойланып отырмын. Алланың қалауымен көрдіңіздер, мен сіздерге видео түсіріп отырмын. Алла тағала сондай ой берді маған. Соны дұрыс жаққа таңдау, дұрыс жаққа шығару біздің қолымызда. Сондықтан мен каналым міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келескенше иншалла аман есен болайық.